Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз қазақ тілі 5-ші сынып 25-ші сабақта қарастыратын боламыз. Видеоны көрмес алдын арнаға жазылып, лайк басып кет. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз қызыл кітап жайлы. Екінші тапсырмадан бастап кетейік. Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңдар. Мәтінге жоспар құрыңдар дейді. Қызыл кітап. Қазақстанның қызыл кітабы республикалық аумақта кездесетін сирек саны азайып, жойылып кету қаупі бар жануарлар мен өсімдіктер түрлері туралы, оларды ғылыми зерттеу, қорғау, қалпына келтіру, тиімді пайдалану туралы толық мәліметтер бар негізгі құжат. Қазақстанның қызыл кітабы жануарлар мен өсімдіктер мен аталатын 2 томнан тұрады. Оның омыртқалы жануарларға арналған бір бөлімі 1978 жылы басылып шықты. Оған омыртқалардың 78 түрі енді. Оларға сүтқоректілерден ғана кірпі, көк суыр, құндыз, үнді сарайыңғы, қызыл қасқыр, кіреді, және де тянь-шань, қаракүже, орта Азия сілеусіні, шұғыл мысығы, қарақұйрық, үстірт қойы, арқар тағы да басқа жануарлар кіреді. Құстардан алтай, ұлары, қарайлілік, кәдімгі қоқиқаз, дуадақ, безгелдек, бүркіт, сүбіркіт, лашын тағы да басқалары кіреді. Ал балықтардан болатын болса, сырдария тас бөкересі, арал албырты, Каспий түбек күресі тағы да басқасы жатады. Қазақстанның қызыл кітабына өсімдіктерге арналған 2 бөлімі 1981 жылы басылып шықты. Оған өсімдіктердің 308 түрі тіркелді. Қызыл кітап аңқұс пен өсімдіктердің белгілі бір түрлерінің жайылу қаупін, олардың көздің қарашығындай қорғау қажеттілігін, олардың аулауға тыйым салынғанын ескертетін белгілі. Осы түрлерді сақтап, көбейту ісінің бағдарламасы болып табылады дейді. 1. Қалай ойлайсыңдар, бұл кітаптардың түсі неге қызыл дейді? Қызыл кітап ол сақтықты қорғау керектігін білдіреді. Сол себепті қызыл түсті болады. Көзі қарашығында қорғау дегенді қалай түсінесіңдер дейді? Көздің қарашығындай дегендей, біз өзіміздің көзіміздің қарашығындай қорғау деген ол осы дұрыс, яғни қалай өзімізді қорғаймыз, дәл солай қорғау керекпіз деген мағынада айтылады. Суреттерде, яғни жоспар құрыңдар дейді. Біріншісі Қазақстанның қызыл кітабы, 2 қызыл кітаптың 1 бөлімі, 3 қызыл кітаптың 2 бөлімі. Енді балалар, келесі тапсырма өтетін болсақ, синонимдерін жаса дейді. Сирек, аз, қауіп-қатер, тиімді, пайдалы, мәліметтер, ақпараттар. Басылып шықты, жарияланды, жарық көрді, енді кіргізілді. Тіркелді, қосылды, жойылу, жоқ болып кету. Осының барлығын дәптерлеріңе жазып алыңдар. Енді 4-ші тапсырмаға өтетін болсақ, Қадірлі Мырза әлемінің қызыл кітап өлеңін тыңдаңдар. Аңқұс жәндіктерінің жойылуын кім кінәлі? Оларды қалай қорғауға болатын туралы өз ойларыңды жазыңдар дейді. Аңқұстар мен жануарлардың жойылуына бірінші кезекте адамдар кінәлі. Себебі олардың тіршілік ету ортасын жою, браконьерлік, орман кесу және табиғатты ластау осы проблемаларға әкеледі. Оларды қорғау үшін 1. Табиғатты қорғау заңдарын күшейту, аңқұстарды заңсыз аулауға қатаң жаза қолдану керек. 2. Жойылып бара жатқан жануарларды қорғауға арналған арнайы қорықтар, табиғи резерваттар ашу. 3. Экологиялық білім беру арқылы қоғамның табиғатқа деген саналы көзқарасын қалыптастыру керек. 4. Қоршаған ортаны ластамау, табиғи ресурстарды үнемі пайдалану. 5. Халықаралық деңгейде табиғат қорғау ұйымдарының жұмысын күшейту керек. 3-ші деңгей үй жануарлары мен жабайы жануарларды жазыңдар дейді. 1. Үй жануарына кәдімгі біз білетін ит, мысық, қоян, тауық, қой, сиыр, жылқы, ешкі, тоты құс, хомякты жазсақ, жабайы жануарларға арыстан, жолбарыс, қасқыр, аю, піл, жираф, керік, зебра, бұғы және де қабанды жазсақ болады. Дәптерлеріңе осыны жазып алыңдар. 2. 5-ші тапсырмаға өтетін болсақ, бұл жерде осының бәрін жазып алыңдар. Бұл жерде қоян туралы жазылған. Біріншісінде қоянның көжегі інінен шықты. Яғни сөйлемді дұрыстап қойып шықтық. Балалар, осыны орындап болған соң видеоға лайк басып, арнаға жазылып кетіңдер. Сау болыңдар балалар.